Жүсіп бидің қызы дүниеге, нәрестеге содан бастап ел билеп, өзі кетсе де жүздеген жылдар керемет аңыздардың қаһарман кейіпкері болу тағдырына жазылады. Қазан хандығын билеген кезеңде Сүйім қолөнершілер мен шаруалардан алынатын бірқатар салттарды алып тастады. Жақсы мінезі мен үстемдігі билігі үшін халық оны Сүйім бике, сүйікті ханым деп атаған. Бірде орыс патшасы Иван Грозный Сүйім патшайымды көріп, есілете ғашық болады. Патшайымды қаласымен бірге жаулап алмақшы болады. Ресеймен болатын соғыстың Қазан қаласына оңай тимесін білген Сүйім бике қулыққа көшеді. Патша Иван Грозныйға шарт қояды. 7 күннің ішінде патша биік мұнара салса, өз еркімен күйеуге шығады. Мұнара жай мұнара емес, шынардай биік, Сүйім бикенің сұлулығына сай келетін мұнара болу керек. Патша сөз беріп, сөзінде тұрады. Күн сайын мұнараның жаңа қабаты бой көтереді. 7 күн аяқталғанда мұнара да дайын болады. Сүйім бике мұнараның жоғары қабатына шығып, төмен қарай секіріп өледі. Көңілінен жақпаған адамға жар болғысы келмеген сұлудың дәмі осылай таусылды. Сарайшық, көне де ғажайып қала, әр алуан халық қаптаған шаһар. Суы мол алқап, арман етер жер жоқ. Қалада күмбезі аспанға тиіп тұрған мешіттер мен сарайлар жеткілікті. Хан сарайының жанындағы көлде аспан нұрымен әдемі патша аққулары қоршалған алтын қайық көрінеді. Қайықта Әз-Жәнібек ханның сүйікті қызы, ақ жүзді ару, қолынан құстарға жем береді. Құстар ұшып кетпей, жыл бойы өзінің сұлу қызына қуаныш сыйлау үшін хан көлге құрғақ қант себуді бұйырды. Хан сонау Үндістаннан керуендер әкелген, қант дегенді білдіретін Гур қаласының Бенгалиядан әкелінген қантты көлдің суына селеді. Содан көл Секер көл деп аталады. Тәтті көл деген мағынаны білдіреді. Бірақ бір күні ойда жоқта әдемі ханшайым белгісіз дерттен көз жұмады. Қайғыдан қанжылаған Әз-Жәнібек хан қала тұрғындарына қызы бір айдан кейін жерленетінін айтуды бұйырды. Ал өзі қызын алтын қайғымен, бай дүниесімен қоса жасырын жерлейді. Кейін хан қызының жерленген жерін ешкім білмеген, себебі сүйікті қызының мәңгілік ұйқысын ешкім бұзбау үшін хан ханшайымды жерлегендердің барлығын өлім жазасына кесуге бұйырды. Көл құрғап қалды, аққулар да ұшып кетті. Жүздеген жыл өтсе де, алтын қайық туралы естіген адамдар жасырын жерленген жерді іздеуде. Дегенмен уақыт алтын қайықтың сыры мен сұлу ханшайымның мәңгілік тыныштығын беріп қорғауда.
Ноғай ордасының ішпейі Әмір Оқас, Шайх Мамай Әмір Жүсіп және жетінші хан бұл қазақтың ханы Қасым хан. Жетеуі де осы сарайшықта жерленген, нақты қай жерде жерленген белгісіз болғандықтан осындай арнайы құлпытастар қойылған. Хандардың билеушілердің есімдерінен астында билік еткен, билік жүргізгендер. Бұл жерде хан билеуші деп көріп тұр, себебі жаңағы Шыңғысхан ұрпақтары хан болғанда, үш билеуші Әбілқас, Шайх Мамай, Әмір Жүсіп тек қана билеуші болған Шыңғыс хан. Yeah.